Саламатсыздар ма, білім алушылар? Бүгінгі 5-ші сыныптағы Қазақстан тарихы сабағына қош келдіңіздер. Барлығымыз оқулығымызды қолымызға аламыз. Оқулығымыздың 158-ші бетін ашайық. Бүгінгі өтетін жаңа сабағымыз ежелгі Қазақстан адамдарының антропологиялық тұрпаты. Оқу мақсаты: ежелгі Қазақстан адамдарының антропологиялық тұрпатын анықтау. Зерттеу сұрағы: ежелгі Қазақстан адамдарының антропологиялық тұрпаты қалай өзгерді? Бағалау критерийлері: ежелгі Қазақстан адамдарының антропологиялық тұрпаттық белгілерін анықтайды. Нәсілдердің өзіне тән ерекшеліктерін ажыратады. Бүгінгі жаңа сабағымызда антропология, антропологиялық тип, нәсіл, монголиттік, еуропиттік, негроидтік, андроновтық тұрпат, ассимиляция, генетикалық байланыс, яғни жаңа негізгі ұғымдармен танысады екенбіз. Ал енді балалар, бүгінгі жаңа сабағымызды байланысты бейне роликті тыңдаймыз. Антропологиялық тип адамдардың шығу тегі мен дене құрылымының ұқсас тобы. Адамның тұрпатын бас пен бет пішініне, дене бітіміне, тері, шаш, көзінің түсіне қарап анықтайды. Адамдардың белгілі бір географиялық аймаққа бейімделу барысында қалыптасатын түр сипаты нәсіл деп аталады. Адамдардың сыртқы биологиялық қасиеттеріне қарай еуропоидтық, монголоидтық және негроидтық нәсіл деп бөлінеді. Еуропоидтық нәсілдің белгілері: терісі ақ, шаштары жұмсақ, толқынды, денелері түкті, көздері үлкен, беттері сопақша, қыр мұрынды, еріндері жұқа болып келеді. Ал монголоидтық нәсілдердің терісі қоңырқай, сары түсті, шаштары қатты, денесінің түгі аз, көздері қысыңқы, беттері жалпақ, қастары мен еріндері қалыңдау болады. Негроидтық нәсілдердің терісі қара, шаштары бұйра, денесі түктілеу, жақ сүйегі шығыңқы, мұрны жалпақ, ерні қалың болады. Қазақстан жерін көне дәуірде мекендеген тайпалардың бет пішіні, түр сипаты туралы деректер қола дәуірінен бастап кездеседі. Қазақстан жерін қола дәуірінде Андрон мәдениетіне жататын тайпалар мекендеді. Андроновтық археологиялық ескерткіштер көбіне солтүстік, орталық және шығыс Қазақстаннан табылған еді. Осы аумақтағы Алексеевка, Ой-жайлау, Зивакина қорымдарынан табылған бас сүйектерді зерттеу нәтижесінде Андроновтық тұрпат анықталған. Академик Валерий Алексеевтің сипаттауынша, Андроновтық тұрпаттағы адамдардың бас сүйегі үлкен, беті дөңгелек, мұрны көтеріңкі келеді. Сақтарда еуропоидтық белгілер басым болған. Себебі олардың бас сүйегі шағын, беті жалпақ, маңдайы тайқы, көз ұясы шығыңқы болды. Сақтардың антропологиялық ерекшеліктерін зерттеу біздің заманымыздан бұрынғы 1-ші мыңжылдықтың 2-ші жартысында Қазақстан аумағында нәсілдердің араласуы басталғанын көрсетеді. Сақтардың түр сипатында монголоидтық белгілер пайда бола бастаған. Үйсіндердің бас сүйегі орташа, маңдайы тайқы, бет сүйегі мен кеңірсегі шығыңқы, қабағы дөңес, мұрны орташа болды. Бұл сақтарға қарағанда үйсіндерде монголоидтық белгі басым екенін көрсетеді. Монголоидтық белгілер үйсін еркектеріне қарағанда әйелдерінде көбірек кездеседі. Сарматтар тұрпаты жағынан үйсіндерге ұқсайды. Бас сүйегі үлкен, мұрын сүйегі дөңес, көзі үлкен. Сарматтардың тұрпатында да монголоидтық белгілер байқалады. Ғұндардың қоныс аударып келуіне байланысты жергілікті тайпалардың тұрпатының басым бөлігінде монголоидтық белгілер анық байқалды. Монголоидтық және еуропоидтық тайпалардың араласуының нәтижесінде жергілікті тураноидтық, оңтүстік Сібір нәсілдік тип қалыптасты. Бұл тайпалар антропологиялық тұрпаты жағынан қазіргі қазақ халқына ұқсай түсті. Қазақ жерінде монголоидтық белгілер Шыңғыс ханның жаулап алу кезінде күшейді. Ал бүгінде қазақ халқының антропологиялық белгісінің 70% монголоидтық, 30% еуропоидтық белгілерден құралады. Жақсы балалар,
бейнероликті тамашалап болсақ, жаңа сабаққа байланысты тапсырмаларды орындаймыз. Бірінші тапсырмада ежелгі адамдардың тұрпаттық белгілерін анықтаймыз. Бұл жерде төменде берілген сөздерді сақ адамның тұрпатына сәйкес келетінін көк түспен, үйсін адамына сәйкес келетінін сары түспен, сармат адамына сәйкес келетінін жасыл түспен белгілейсіздер. Екінші тапсырмада ең алдымен 158 беттегі мәтінді мұқият оқып аламыз. Оқып болсаңыздар, кестенің астында берілген сөздерді еуропеидтік және монголиттік нәсілдердің өзіне тән ерекшеліктерін ажыратып, кестеге орналастырамыз. Үшінші тапсырмада ерте темір дәуірінің тұрғындары сақтар, үйсіндер, сарматтар, ғұндардың антропологиялық тұрпатын сәйкестендіріңіздер. Ал білім алушылар, барлығымыз дәптерімізді ашамыз. Бүгінгі сабақ үрдісінде кездескен жаңа сөздерді және оның мағынасын дәптерімізге қатессіз көшіріп жазамыз. Бүгінгі сабағымызды қорыту үшін сіздерге жұмыс парағы беріледі. Ең алдымен жұмыс парағына өздеріңіздің аты жөндеріңізді, сыныбыңызды жазасыздар. Жазып болсақ, жұмыс парағында 2 кестеде тапсырма берілген. Бірінші кестеде берілген тапсырмаларда сипаттаулардың қай нәсілге тиесілі екенін анықтайсыздар. Екінші кестеде кестені толтыра отырып, дұрыс немесе жалған екенін анықтайсыздар. Ал білім алушылар, енді осы жұмыс парағында орындаған тапсырмамыздың жауабын тексереміз. Ал балалар, бүгінгі сабағымыздың соңына да келіп жеттік. Бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңіз қандай? Тапсырманы орындау барысында өздеріңізге ұнаған қандай тапсырма қызықты болды? Тапсырманы орындауда қиыншылықтар болды ма? Үйге тапсырма. Ежелгі Қазақстан адамдарының антропологиялық тұрпаты. 1-2 сабақ. Оқу. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса, WhatsApp әлеуметтік желісі арқылы жолдауларыңызға болады.